Егерде пиязды күнде үздіксіз бір ай бойы жейтін болса, ағзада қандай өзгерістер болады? Көпшілік пиязды көзді аштады, иісі ыңғайсыздық тудырады деп жатады. Шын мәнінде пияздың пайдасы орасан зор. Пияз жегенде біздің ағзамыз қуанады екен. Бірінші аптада бүкіл ағза тазарады. Пияздың құрамы антиоксидантқа өте бай. Ол бүкіл химияны сыртқа шығарып, қан құрамын тазалайды. Бауырыңыздағы жиналған майлар ыдырап, іштің кебуі кетіп, іштегі ісік азаяды. Екінші аптада иммундық жүйе реттеледі. Ағзадағы с дәрумені өз деңгейіне жетеді. Үшінші аптада жүрегіңіз рахмет айтады. Қандағы холестерин деңгейі түсіп, қан айналымы жақсарып, қан қысымы ретке келеді. Төртінші аптада бүкіл ішек жүйесі тазарып, іштегі пайдалы бактериялар пиязбен қоректене бастайды. Пияз шашлыктың қасында жүретін гарнир ғана емес, бұл сіздің тегін дәріханаңыз.